Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 63 және 64 сабақтарда біз өткен материалдарды қайталау, бекіту, қорытындылау сабағын өтеміз. Бірінші тапсырмада төмендегі сандарды пайдаланып, мәні 90-ға тең болатын қосындылар құр дейді. Мәні 90-ға тең болса, 60-ты 30-ға қоссақ 90 болады, 40-ты 50-ге қоссақ 90 болады, 20-ны 70-ке қоссақ 90 болады. Екінші тапсырмада мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. Міне баған түрінде жазып шығарып қойдық, иә, 37-ге 53 қоссақ 90, 90-нан 43 алсақ 47, 27-ге 36 қоссақ 63, 68-ден 35 алсақ 27, 47-ден 53-ті қоссақ 100, 84-тен 36-ны алсақ 48, 54-ке 46-ны қоссақ 100, 100-ге 47-ні алсақ 63 болады. Үшінші тапсырмада екі таңбалы сандарды пайдаланып, екі қосынды жаз. Сонда осы сандардың бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда 7 шығатын болсын дейді. Қосындыларының мәнін тап дейді. Енді біз мысалы айтақ, мысалы бірліктерін қосқанда 10 шығатын сан болу керек. Мысалы біз 5-ке 5 қоссақ 10 болады, Енді ондықтарын қосқанда 7 дейді. 4 қосу 3 деп алайық, сонда 7 болады, Сол кезде 4 бізде ондығы 5 бірлігі болады. Сонда ол екі таңбалы сан 45 болады. 3 ондығы 5 бірлігі болады. Ол екі таңбалы сан 35 болады. Сонда 45-ке 35-ті қоссақ 80 болады. Түсіндіңдер ма? Енді екіншісін шығарып көрейік. Бірлігі 10 болу керек, 6-ға 4 қоссақ 10. Сонда бірлік 6 және 4 болады. Енді ондығы 7 шығатын болса, 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады, Сонда екі таңбалы санның ондығы 5, бірлігі 6, яғни 56 саны. Қосу ондығы 2, бірлігі 4, 24 саны. 56-ға 24 қоссақ 8 болады. 80 болады. Төртінші тапсырмада сандарды салыстыр дейді. 75 кіші 74-тен, үлкен 74-тен, 8 ондық 3 бірлік дегеніміз 83, үлкен 6 ондық 9 бірлік дегеніміз 69-дан, 700 үлкен 400-ден, 70 үлкен 40-тан, 8 ондық үлкен 6 ондықтан, 5 жүздік кіші 6 жүздіктен. Бесінші тапсырмада сенде 200 теңгелік 4 монета және 100 теңгелік 9 монета бар. 900 теңгеге зат сатып алу үшін төлем жасаудың түрлі нұсқаларының кестесін құр дейді. Бірінші нұсқа бізге берілген екен. 200 теңге қосу 200 теңге қосу 200 теңге қосу 200 қосу 100 деп, Енді біз екінші нұсқаны былай жасайық. 100 теңгелік 1 монета, оған 100 теңгелік 1 монета, 100 теңгелік 1 монета, 100 теңгелік, яғни 100 теңгеліктен біз мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 100 теңгелік монета барны қолданайық, зат сатып алуға. Немесе үшінші нұсқада біз 2 тал 200 теңгелік және де 100 теңгелік монетаны қолданып зат сатып алсақ болады екен. Алтыншы тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендір дейді. 500 сантиметріміз 5 метр, 6 метр 3 дециметріміз 63 дециметр, 35 сантиметріміз 3 дециметр 5 сантиметр, 2 дециметр 4 сантиметріміз 24 сантиметр. Жетінші тапсырмада бізге берілген заңдылықты сақтай отырып, екі таңбалы сандар тізбегін жалғастырып жаз дейді. 11, 11-ден кейін 12, 12, 22, 23, 33 дейді. Қараңдар, 11-ден кейін бір-ақ сан қосылған 12, одан кейін 10 сан қосылған 22. Одан кейін бір-ақ сан қосылғанда, одан кейін 10 сан қосылған, Енді 33-тен кейін бір-ақ сан қосылады 34 болады, оған 10 сан қосылады 44 болады. 44-ке бір-ақ сан қосылады 45 болады, 45-ке 10 сан қосылады 55 болады. Оған 1 сан қосылады 56, 10 сан қосылып 66 болады. 66-ға 1 сан қосылып 67, 10 сан қосылып 77 болады. 77-ге 1 сан қосылып 78, 10 сан қосылып 88 болады. Оған 1 сан қосылып 89, 10 сан қосылып 99 болады. Оған 1 сан қосылып 100 деп жазсақ болады. 8-ші тапсырмада мысалдарды шығар дейді. 84 алу 24 қосу 36. 84-тен 24 алсақ 60, оған 36 алсақ 96. 600 алу 200 қосу 400. 600-ден 200 алсақ 400, 400-ге 400 алсақ 800. 73 қосу 27 алу 68 қосу 12. 68-ден 12-ні алсақ 12-ні қоссақ 80. Енді 73-ке 27-ні алсақ 100. 100-ден 80-ді алсақ 20 болады. 100 алу 20 жақшаның ішінде 80 болады. 50 қосу 80, 80. 80-ден 80-ді алсақ 0 болады. 9-ші тапсырмада есептерді шығар дейді. Дүкенге 78 компьютер әкелінді. Оның 39-ы сатылды. Дүкенде неше компьютер қалды? Әкелінген 78 болса, сатылған 39 болса, 78-ден 39 аламыз. Сонда 39 қалды. Жауап 39 компьютер қалды. Ән нұсқасында дүкенге 78 компьютер әкелінді.
оның 39 сатылды және тағы 26 компьютер әкелінді. Дүкенде неше компьютер болды? Әкелінген 78, сатылған 39, тағы 2 әкелген 26, иә? Яғни жақшаның ішінде 78 ал 39 қосу 26 дейміз. Сонда 39-дан 26-ны қоссақ 65. Сонда дүкенде 65 компьютер бар. Осы есеп 10-шы тапсырмада бізге мәндерін тауып, оларды рим цифрлармен жаз дейді. 12-ден 8-ді алсақ 4 болады. 10-ға 2-ні қоссақ 12 болады. 20-дан 10-ды алсақ 10 болады. 11-ден 7-ні алсақ 4 болады. 11-ден 9 алсақ 2 болады. 10-нан 4-ті алсақ 6 болады. 11-ші тапсырмада бізге сағаттың қай уақытты көрсетіп тұрғанын жаз дейді. Қазіргі уақыт 12 сағат 10 минут, одан 30 минуттан кейін дейді. Яғни 30 минутты қоссақ 12 сағат 40 минут болады. 10 сағат 12 минут, 2 сағаттан кейін 12 сағат 12 минут болады. 6 сағат 47 минут, 13 минуттан кейін дейді. Яғни 13 минутты қосамыз, сол кезде 6 сағат 60 минут болады. Яғни 7 сағатты көрсетеді. 1 сағат 49 минут, 3 сағат 6 минуттан кейін дейді. Яғни 3 сағат 6 минутты қосамыз, 4 сағат 55 минут болады. 12-ші тапсырмада суреттердегі жиынға қара дейді. Геометриялық фигураларда түстеріне қарай топтан неше жиын шықты, осы жиындарды және олардың элементтерін ата, әр жиында неше элементтен бар дейді. Бұл жиын үшбұрыштар жиыны екен. Үшбұрыштар жиыннан 3 жиын шығады. Өйткені қызыл үшбұрыштар жиыны, көк үшбұрыштар жиыны және жасыл үшбұрыштар жиыны шығады. Әр жиында 2 элементтен болады. 13-ші тапсырмада пікірлердің жалған және ақиқат екенін табуымыз керек. 8 саны 9-дан артық жалған, 16 саны 20 санынан кем ақиқат, 20-дан кем сандар жиынының элементтерін пайдаланып, бір ақиқат және бір жалған пікір құрастыр дейді. Өзіміз құрастырамыз, иә? Мысалы 14 саны 15 санынан кем ақиқат, 17 саны 19 санынан артық жалған пікір болады. Енді 14-ші тапсырмада төмендегі сандарды пайдаланып 2 жиын құр. Сонда бірінші жиындағы сандардың қосындысының мәні екінші жиындағы сандар қосындысының мәніне тең болатын болсын дейді. 1, 2, 3, 5, 8, 9 жиын берілген екен, иә? Енді қараңдар, бірінші 1, 5, 8 қосайық 14 болады. Екінші 2, 3, 9 қосайық, ол да 14 болады. Тең болды сонда. Енді А жиынына 1, 8, 5-ті қоямыз, Б жиынына 2, 9, 3-ті қоямыз. Енді А жиынына 1, 5, 8, Б жиыны 2, 3, 9 деп көрсетеміз, 14 тең 14 деп жазамыз. Енді 15-ші тапсырмада балалар жалаушаларды әртүрлі түстен дайындады. Алдымен сары түске, одан соң қызыл, көк және жасыл түстерге бояды. Егер бояуды осындай ретпен жалғастырса, 15 жалаушаны қандай түспен бояйды? Алдымен сары деді, одан кейін қызыл деді, одан кейін көк, одан кейін жасыл деді. Енді біз сары, қызыл, көк, жасыл дейміз. Одан кейін сары, қызыл, көк, жасыл, сары, қызыл, көк. Сонда 15-шісі көк жалауша болады екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.